Біз келген адам міндетті түрде осы жерге соғу керек қой. Қазақи нақыштармен сіңген екен да ше. Яғни Чингисхан киімімізге қарап қазақ болғанына қуанып отырмын негізінде. Әдейі ескіліктің несі декор шаң болып жасап сонда ескіліктің несін бергенге. Атмосфера берсін. Атмосфера берсін. Және де олай ұлттық жауап жасады болсын байрақты. Әрбір байрақты қазақтың жүздері. Кіші жүз, ұлы жүз, орта жүз. Әрбір жауабы әрбір жүздің несі. Белгілері. Жерлері, бейнелі орындары. Жалпы туризм дамыту мақсатында осы дүние істелініп жатыр, иә. Біз келген адам міндетті түрде осы жерге соғу керек қой. Визит центр. Түркістандағы формат сияқты визит центр бар, сол сияқты, бірақ сәл прям қазақи нақыштармен сіңген екен да ше. Мына жерде кішкентай реклама жасап қояйын, қазір барамыз. Қолын жалпы Ақтөбеде жалпы қолөнер болған ба негізі тарихта да бұрын да? Яғни Чингисхан жаңғырту үстінде біздің қазақтың қолөнері жағдайды үйретіп қайта көрсетіп қалай крем тоқылады, қалай бұлбұл апай нормально. Саламатсыз ба, қалдарыңыз қалай? Киімімізге қарап қазақ болғанына қуанып отырмын негізінде. Әдемі екен. Неге десеңіз, Қазақстанның атын шетел елдерде шығаратынбыз. ЮНЕСКО-мен даже мойындатқан кісі айтқандай неше түрлі марапаттар Қазақстанның бұл апай өзі айта кетеді өзі. Негізі қолдан әлі күнге істеп жатсыздар ма, әлде мынау тек қана шоу ретінде қалған ба? Бұның басқа новый технологиямен істеліне ме әлде? Қазір. Жоқ, соны білмеймін ғой, соны сұрап жатырмын сізден. Мынаған қазір осы мысал емес, істелініп жатыр, иә, негізінде? Мәссаған. Маны әлі тоқып жатырмыз. Жіңішкесін тоқып киімге саламыз. Ана үйретіп жатқанымыз. Нағыз тоқимыз елімізде. Керемет. Бір адам бір кілемді, мысалы мынау астында тұрған кілемді палас дейміз ба, қанша күнде тігеді негізінде? Қанша уақыт? Бір жыл. Бір кілемді, иә? Сол үшін түрікмен кілемдерінің, ирандық кілемдердің қымбат. Барлығына үйреткен каждый адам тоқиды ғой. Бір кілемді 4-5 қыз отырып тоқып салады. Түсінікті. Ал бізде қайтеді, қазір бізде жастарымыз үйренбей жатырмыз, көзіміз жетпейді. Біз мынаның өзімен күніне 1 метр әзер бітіремін. Отырсам, қол тимейді. Ал отырсам 1 метр тоқисың. Камерада білмеймін, жетемін, бірақ көзбен прям супер. Әдейі тоқимыз ғой, мынаны енді. Жіп қайдан келеді, жіп? Міне, мынау арқауы. Көтедеш бе? Мынау мысалы осы, мынау адарғы қылыш деп атады. Міне теріп қойған. Кәдімгі тоқимыз. Қазір жүннен. Жіпті де осы жақта илеп жатсыздар ма, әлде сырттан алдырасыздар ма? Жіпті сатып аламыз. Жіпті. Бірақ та жүн жіп, қыба жіп, жібек жіп сатып аламыз енді. Синтетика жіппен тоқымаймыз. Обязательно Ақтөбеге келсеңіздер, визит центрге кіріңіздер. Санап отырсыз ғой қазір, сонда арасын? Санап тоқымaz ғой. Бұл салынатын ойлар, санға тәуелді ойлар. Сондықтан оны санап тоқиды. Мынау. Ой, қазір ұмытып бара жатқан. Өте еңбек екен. Сонымен осындай керемет сағат ресторанында көрдік. Үстінде визит центр бар Ақтөбенің. Менің ойымша міндетті түрде келіңіздер, көріңіздер, тамашалаңыздар, себебі рухани құндылықтарды көтеретін тек қана осындай сандық, сарқыт, тары деген сияқты мейрамханалар деп ойлаймын. Сау болыңдар.